Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеода сіздерге шынайы оқиғаға негізделген Мотылек фильмін қысқаша айтып беремін. Мало кто выживает после 5 лет в одиночке. Фильм түрмеде темір терезесінің ашылуынан басталады. Ол жерден басты кейіпкер Анри Шарер, лақап аты Мотылек деп аталатын тұтқын басын шығарады. Келесі кадр 1931 жылдағы Париж қаласына ауысады. Мотылек біреудің үйіндегі сейфті ашады. Содан кейін үйден түсіп мейрамханаға барады. Ол жерде мейрамхананың иесімен кездеседі. Оның адамдары белгісіз біреуді сабап ұруда. Бастығының айтуынша ол оны полицияға сатып берген. Оның бриллианттарын тартып алып, бастығы Мотылекқа ақшаны жейтін болса, жағдайы осындай болатынын айтады. Мотылек қызын жұмыстан күтіп алады. Ол оған алқа сыйлайды. Ол алқаны бастығының көмекшілері көріп қалады. Мотылек түнімен қызымен қыдырып арақ, шарап ішеді. Ал таңертең ұйқыдан тұрған кезде есікті пәтер иесі қағып тұрады. Мотылек ештеңеден күдіктенбей есікті ашқан кезде полиция кіріп келіп, мейрамханада таяқ жеген кісіні өлтірдің деп үйінен алып кетеді. Мотылек қызымен қоштасып, түрмеден қашып қайтып келемін дейді. Камерада отырған кезде қасындағы Жило деген тұтқынмен танысады. Оның айтуынша, ақшаң болмаса бұл жерден шыға алмайсың. Медициналық тексеруден өту кезінде Жило оған жалған ақша жасайтын Луи Деганы көрсетеді. Себебі оның ақшасы көп болуы мүмкін. Тексеруден өткесін тұтқындарды оңтүстік Америкада орналасқан француз колониясына жіберетінін айтады. Ол жерде олар өмірінің соңына дейін жазасын өтейтін болады. Кемеде Мотылек Луиға ақша үшін оны қорғайтынын айтады. Ал ол ақша түрмеден қашу үшін керек еді. Луи бас тартады. Бірақ сол түні үлкен семіз адам көршісінің ішек қарнын ақтарып тастайды. Өзінің де аман қалмайтынын біліп, ол Мотылектің ұсынысын қабыл алады. Келесі түні семіз адам Луиді өлтірмекші болады. Бірақ Мотылек оны қорғайды. Ол жерде төбелес басталып кетеді. Содан кейін күзетшілер ол жерге ыссы бу жіберіп қойғызады. Мотылектің қан қолынан оның төбелескенін біліп, оны жазалайды. Кемеден түсу кезінде Жило әдейі секіріп аяғын ауыртып алады. Оны алып кетеді. Ал қалғандарын комендант колонияның ережелерімен таныстырады. Егер тұтқындар түрмеден қашатын болса, жалғыз адамдық камераға қамалады. Одан кейін тағы да қайталанса 5 жылға қамалады. Қашып үлгерген жағдайда айналасындағы мұхитта акулалар өте көп. Ал егер де адам өлтіретін болса, онда оның басын шабатын болады. Бірақ Мотылек ол ескертуге қарамай қашу бойынша жоспар құрады. Ол ең алдымен емханада Жиломен кездесу үшін түрменің рішаласымен келісу керек. Ал ол үшін ақша керек. Луи артқы жағынан капсуланы алады. Онымен келіскеннен кейін Луи мен Мотылекті лазаретқа жібереді. Жоспар іске асқан сияқты, бірақ жалған ақша жасаушыны коменданттың көмекшісі танып қалады. Содан кейін екеуін қара жұмыс жасауға алып кетеді. Олар бұл жерде Селемен танысады. Жұмыс жасап жүріп ақшаны жоғалтып алуға сәл қалады. Мотылек ақшаны Луиға қайтарып береді. Үзіліс кезінде Селе екеуі қашу жоспарын әңгіме қылады. Қашу үшін қайыққа да ақша керек. Әңгіме барысында Луиға біреу тиісіп ақшасын тартып алғысы келеді. Мотылек оған көмектеспек болғанда күзет аспанға оқ атып бөліп жібереді. Қайтар жолда күзетшілер паромщикті қасындағы түнгі көйлектерімен қоса алып кетеді. Мотылек қашу үшін паромщикпен келісуге тырысады, бірақ ол көп ақша талап етіп, Мотылекті сатып бермекші болады. Ол ақырында көмектесуге келіседі, бірақ 3 күн уақыт береді. Одан кейін аралда қайық қалмайды. Кейін душқа түсу кезінде ақшаның жыры тағы басталады. Бірақ Мотылек оңайлықпен бере қоймайды. Осындай жағдайлардан кейін Луи бұл жерде ұзаққа бармайтынын біліп, өзімен бірге бостандыққа алып кетуін өтінеді. Келесі күні барлығын алаңға жинайды. Себеп тұтқынның басын шабу. Арасындағы біреуі түрмеден қашайын деп, бір-екі күзетті пышақтаған, біреуін өлтірген. Ол адам Жило болып шығады. Оның басын шапқаннан кейін комендант Мотылекқа және тағы бір адамға мәйітті алып кетуге бұйырады. Мотылек қасына Луиді ертіп кетеді. Олар мәйітті апара жатқанда Луидің жағдайы нашарлайды. Күзет оны сабағанда Мотылек ашуланып кетеді. Оның басын таспен ұрып қашуға дайындалады. Луи сол жерде қалып қояды. Мотылек суға секіріп кетеді. Үстінен оқ жауғанына қарамастан, ол түнге қарай
паромщикке барады. Қасында ақша жоқ, бірақ ауылға барғасын көп ақша беретінін айтады. Паромщик жынды қылып күледі және қараңғы жерден оның адамдары шығады. Себебі паромщик комендантпен ақшаға келісіп қойған. Ол қашқан адамдарын ұстап береді, ал комендант ақшасын төлейді. Мотылёкті 2 жылға одиночный камераға қамайды. Ол жерде оны сабайды және құнары жоқ тамақ береді. Бір күні ол шелектен жарты кокос тауып алады. Қағазда бұдан былай күнде келіп тұратыны жазылған. Сол арқылы мотылёк күш жинап, өзін жақсы формада ұстайды. Бір күні күзет шелекті тексеріп қалып, кокосты тауып алады. Содан кейін комендант өзі жеке келеді. Себебі кокосты кім жібергенін білу керек. Мотылёк ештеңе айтпайды, тіпті жуынды тамағын 2 есеге азайтса да. Оның төбесін жауып тастап, тас қараңғы жерде қалдырады. Қараңғылықтан, тыныштықтан және аштықтан мотылёкта түрлі галлюцинация болады. Оған әртүрлі бейнелер көрінеді. Соның өзінде ол берілмейді. 2 жыл өткен соң оны түрмеге ауыстырады. Мотылёк ешкімге білдірмей жындының рөлін ойнайды. Осы уақытта Луи құжатқа жауапты қызметкер болған. Тұтқындарға қарағанда сәл де болса босандық бар. Ол досынан хабар алады. Досы қашудан бас тартпағанын айтады. Осы жолы жоспарды Луи құрған. Бірнеше күннен кейін басшылыққа киносеанс болады. Күзет күшейеді, бірақ олар қонақтардың қасында болады. Мотылёк өтірік жынданып, аурудың рөлін жақсы ойнайды, ал дәрігер берген дәрілерді тығып жинай береді. Кейін сол жердегі бір жігітпен танысады. Оны семіз санитар түнге қарай аймалап тыныштық бермейді. Қашатын кезде сол жігіт оның назарын аударатын болады. Содан кейін Селемен кездеседі. Ол ауруханаға түсу үшін қолын кескен, бірақ ақша болса қайық тауып береді. Луи тыққан ақшасының бәрін береді. Қашатын күні Луи официант болып, күзетшілердің арағына ұйықтататын дәріні қосып береді. Осы уақытта Матюрет өзіне ғашық семіз күзетшіні алаңдатып алып кетеді. Мотылёк пен Селе артынан барып, оны талдырады. Оның кілтімен бірінші этажға түседі. Ол жерде арақ пен дәріге тойған күзетшілер құлап жатыр. Қашқындар Луиді күтеді, бірақ оны комендант жібермей жатыр. Аяқ астынан жаңбыр жауып кетеді. Аспан астындағы кинотеатр болмайтын болды. Ал қонақтарды шатырдың астына апарады. Жарық сөніп қалады. Луи оларға есік ашып береді және барлығы түрменің қабырғасынан секіреді. Луи секіретін кезде жарық жанып кетеді. Ол сасқаннан секіргенде аяғын сындырып алады. Олар бірге өзеннің жағалауына барады. Алдынан қаруланған адамдар шығады. Луи қайыққа бару үшін соңғы ақшасын береді. Ақырында жоспар жүзеге асады. Таңертең қашқындар мұхитқа келеді, бірақ олардың қайықтарына су жинала береді. Селе артық жүктен құтылу керек екенін айтады. Мотылёк! Лодка всех нас не выдержит, ты это знаешь. Оның айтып тұрғаны Луи, бірақ ол да қайықтан жайдан жай түсе алмайды. Кейін жағдай күшейе бастайды. Селе өз дегенінен қайтпайды. Матюрет оған жабысқанда оны суға түсіріп жібереді. Мотылёк пен Селе төбелесіп кетеді. Селе оны батырайын деп жатқанда, Луи бұның соңы жақсы болмайтынын біліп, Селені пышақтап өлтіреді. Денесін лақтырып жібергеннен кейін олар дауылға тап болады. Келесі кадрда Мотылёк бір аралда лашықтың ішінде оянады. Қалай келгендері белгісіз, бірақ оларды жергілікті адамдар күтіп алған. Мотылёк аяғы сынық Луиді тауып алып, кету керек екенін айтады, бірақ ол кеткісі келмейді. Селеге сенуге болмайтынын айтқан кезде Мотылёк оны тыңдамаған еді. Матюретте кеткісі келмейді. Ол семіз санитардан құтылып, қыздардың қасынан шыққысы келмейді. Мотылёк өзі кетіп бара жатып, таудың басында оларды іздеп жүрген күзетшілерді көреді. Ол балдарға айтуға жүгіреді, бірақ жетіспей қалады. Матюрет көз алдарында өледі, ал екеуін байлап алып кетеді. Если действительно сожалеете о своих поступках, вам нечего бояться. Господь вас поведет. Келесі кадрда шашы ағарған ап-арық Мотылёк одиночный камерадан 5 жылдан кейін шығады. Комендант оны шайтан аралына жібереді. Мұхиттың ортасында орналасқан кішкентай арал, қашатын жері жоқ. Сол жердегі қамалдың ішінде түрмеден ауысып келген адамдар өмірінің соңғы сәттерін өткізуде. Мотылёкты Луи күтіп алады. Комендант оны 2 жыл одиночный камераға қамамай, бірден шайтан аралына жіберген. Қанша жыл өтсе де Мотылёктың қашудан үміті үзілмеген. Луи оны аралдың ең таза секіруге қолайлы жеріне алып келеді. Бірақ
қайықсыз көпке бармайсың. Мотылек мұхитқа қарап отырып, оған бір ой келеді. Ол материалдардың үстіне жататын зат жасау керек. Сол арқылы толқынмен материкке жетіп алады. Ол затты мешок және кокос арқылы жасайды. Қашатын күні Луи кетуден бас тартады. Оған қайтатын себеп жоқ және осы жерге үйреніп қалған. Достар қоштасып болғасын, Мотылек кішігірім қайығын лақтырып, артынан өзі секіреді. Луи үстінде қарап тұрады. Бір кезде Мотылектің айқайлаған дауысы шығады. Екеуі де қуанып, айқайлап қоштасады. Содан кейін Мотылек мұхиттың толқынымен жолға аттанады. Содан кейін аспанда жолаушылар ұшағы көрінеді. Келесі кадр 1969 жылға ауысады. Қартайған, бірақ аман қалған Мотылек Парижге ұшып бара жатыр. Бірақ ол жақта ол әлі қылмыскер болып саналады. Ол баспа үйіне түрмеден қалған естеліктерін және жазбаларын алып келеді. Бұл жазбалар Франция елінде шығу керек еді, себебі оны қателікпен жазықсыз қамаған еді. Ол түрме Мотылек тірі кезде жабылып қалған, ал жазылған кітабы бестселлер болып бірнеше тілге аударылған. Достар, егер видео ұнаса лайк басып, комментарийге өз ойыңызды жаза кетіңіз. Келесі видеода кездескенше.